Данышпанның ақылы. Баяғыда бір кедей өмір сүріпті. Ол қанша тырбанса да жарлылықтан құтыла алмаған көрінеді. Әбден зығырданы қайнаған кедей бір данышпаннан ақыл сұрай барыпты. «Уа тақсыр, сізге бір өтінішім бар еді. Жоқшылықтан әбден қажыдым. Не әрекет етсем де бірім екі болмады. Бұл қалай, қандай кеңес бересіз?» дейді. Данышпан оған үйленуге кеңес беріпті. Әлгі жігіт: «Мұныңыз қалай тақсыр? Ішерге ас, киерге киім таба алмай жүргенде үйлену менің немді алған?» деп безек қағады. Данышпан оны егіндікке ертіп барып, пісіп тұрған бидайды оң қолымен ғана, сол қолын тигізбей оруға бұйырады. Орғаныңды бір жерге жия бер деп қалдырып кетеді. Сәлден соң қайтып келген данышпан: «Түк те өндіре алмапсың ғой, бұл қалай?» дейді. Сонда әлгі жігіт: «Сыңар қолымен қиын екен тақсыр» деп жауап береді. Данышпан: «Ендеше қос қолдап орып көрші» дейді. Қос қолдап орған кедей нәтижелі жұмыс жасайды. Онда данышпан айтқан екен: «Есіңде болсын жігітім, оң қол ер, сол қол әйел. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды. Әйелің өзіңе сүйеніш, ақылшы, жәрдемші болса, кедейшіліктен де құтыласың» деп әлгі жігітке үйленуді ұсынған екен.